Қазақстанның бірнеше өңірінде қуаңшылық болуы мүмкін деген болжам бар. Мамандар су деңгейінің төмендеу қаупі жоғары деп ескертеді. Әсіресе батыс, оңтүстік және орталық аймақтарда жағдай күрделі болуы ықтимал. Фермерлер неге қамдану керек? Табиғатпен тепе-теңдік қашан бұзылды? Құзырлы органның жоспары қандай? Бүгін біз осы мәселелердің түйінін тарқатамыз. Армысыздар. Алдымен ресми болжамдарға тоқталайық. Қазгидромет мамандары жазда аңызақ аптап ұрып, жауын шашын мөлшері климаттық нормадан төмен болуы ықтимал деп болжап отыр. Осының салдарынан еліміздің 11 өңірінде қуаңшылық болу қаупі жоғары. Экранда көріп тұрғандарыңыздай, Қазақстанның басым бөлігі қызыл аймақта. Негізі су тапшылығы Қазақстан үшін таңсық емес. Ұлы дала қазаққа судың қадірін ерте ұқтырған. Нені меңзеп тұрғанымды ашып айтайын. Кезінде ата-бабамыз ғылыми болжамдар мен климаттық зерттеулерсіз ақ табиғаттың заңын жақсы түсінді. Әрбір бұлақтың, әрбір құдықтың, әрбір жайылымның бағасын білді. Яғни табиғатпен күресіп емес, келісіп өмір сүрді. Себебі олар мына бір деректі жақсы білді. Қазақстан аридті аймақ, жауын шашын аз түседі. Еліміздің шамамен 70% шөлейт және шөлді аймақтардан тұрады. Біздің кең дала жауын шашын аз түсетін, су қоры шектеулі табиғи орта. Мұндай жағдайда жердің де, судың да көтерер салмағы аз болмайды. Сондықтан ғасырлар бойы қазақ даласында табиғи тепе-теңдік сақталды. Қалай дерсіз бе? Айтайық. Қыстаудан көктеуге, көктеуден жайлауға, жайлаудан күзеуге көшіп жүрген қауымның саны 80-100 адамнан аспады. Бұл шаруашылық үшін ең тиімді бірлік саналды. Өйткені дәл осындай көлемдегі қауым ғана жайылымды тоздырмай, су көздерін сарқымай тіршілік етуге мүмкіндік берді. Бұл жай ғана дәстүр емес еді. Бұл климатқа бейімделген өмір сүру моделі болатын. Қазақ суды тек ресурс деп қараған жоқ. Су тіршіліктің өлшемі болды. Қай жерде құдық бар, сол жерде өмір бар деп түсінді біздің бабамыз. Сондықтан дала өркениетінде табиғатты тұтыну емес, табиғатпен үндесу маңызды болды. Алайда 20 ғасырда бұл жүйе түбегейлі өзгерді. Қазақ даласына ұжымдастыру саясаты келді. Көшпелі шаруашылық тоқтады. Адамдарды күштеп отырықшылыққа бейімдеді. Сол кезде ғасырлар бойы қалыптасқан табиғи тепе-теңдік бұзылды. Жаппай егіншілік басталды. Жаңа су арналары салынды. Өзендердің бағыты өзгерді. Табиғаттың заңмен санасқан жүйе енді жоспарлы экономикаға бағынды. Судың да сарқылатыны ескерілмеді. Кеңес кезеңінде табиғатты бағындыру идеясы үстем болды. Бірақ уақыт өте табиғат та жауабын берді. Мақта өсіреміз деп айдынын аямай сорған Арал ең ауыр мысал дерсіз. Бір кездері әлемдегі 3-ші теңізде бірде-бір тамшы қалмаған. Аралдың тартылуы бұл тек экологиялық апат емес еді. Бұл суға қиянат жасаудың салдары болды. Мәселе тек климатта емес. Жауын шашын азайып жатыр. Ауа температурасы көтеріліп келеді. Қуаңшылық жиілеп барады. Бірақ сарапшылар Қазақстандағы су тапшылығының басты себебі тек табиғаттың тосын мінез емес дейді. Мәселе су ресурстарын дұрыс басқаруда. Еліміздегі су арналарының басым бөлігі ескірген. Кей өңірлерде судың едәуір бөлігі егістікке жетпей қысырап болады. Бір жерде су жетпейді, бір аймақ суды тиімсіз пайдаланады, ал кей өңірлер трансшекаралық өзендерге толық тәуелді. Яғни тіршілік нәрінің көзі көрші елдерде. Бұл дегеніміз су енді тек экология мәселесі емес. Бұл экономика, ауыл шаруашылығы, азық-түлік қауіпсіздігі, тіпті геосаясат мәселесіне айналып барады. Сарапшылардың болжамынша алдағы жылдар орталық Азияда су үшін бәсеке күшеюі мүмкін. Ал Қазақстан бұған дайын ба? Еліміз алдағы су тапшылығына қалай қамданбақ? Су қоры жете ме? Және қазір қандай нақты шаралар қабылданып жатыр? Осы және өзге де сауалдарға Қазақстанның су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов жауап береді. Нұржан Молдиярұлы, студиямызға қош келдіңіз. Енді мынау су ресурстары және ирригация министрлігінің дербес ведомство ретінде құрылғанына біраз уақыт болды.
Осы кезең ішінде бұрынғы экология министрлігінің құрамында болған уақытпен салыстырғанда қандай жүйелі және түбегейлі өзгерістер жасалды? Рас, дұрыс айтасыз. Осы министр құрылғанына бір 2,5 жыл болды. 2023 жыл қыркүйек айында мемлекет басшысының жарлығымен 2,5 жылдың ішінде қандай жұмыстар атқарылдық. Ең бірінші біз өзімізге сол құрылғынан бастап 3 үлкен бағыт белгіледік. Бірінші бағыт ол нормативті құқықтық базаны қалыптастыру. Ол дегеніміз мынау 2003 жылы қабылданған су кодексі, оның нормалары бүгінгі күні жалпы қоғамда болып жатқан, экономикада болып жатқан өзгерістерге сәйкес келмеген талаптары. Сондықтан біз бірінші су ресурстарын басқару жүйесінің дамыту 2024-2030 жылға дейін тұжырымдаманы бекіттік. Ол тұжырымдамада біз өзімізге 17 индикатор белгіледік. 2030 жылы мысалы біз қандай деңгейге жетуіміз керек. Өрде су үнемдеу мәселесі, ол жаңағы айтқан ирригация жүйелерін жөндеу, қайта жөндеу, реконструкция жұмыстарын қандай жүргіземіз. Қай жерде қанша біз жаңа су қоймаларды саламыз. Соңген ауыл шаруашылығы саласында шаруа қожалықтар суды үнемдеу технологиялар қалай енгізеді. Осы мәселелер 17 индикатор өзімізге белгіледік. Соңген білесіздер, осы былтырғы жылы сәуір айында жаңа су кодексі қабылданды. Сол индикаторларға біз жету үшін біз мысалы жаңа кодексті қабылдадық. Өрде арнайы талаптар енгіздік. Кім неге жауапты? Қай мекеме немесе су пайдаланушы сол неге жауапты? Сол су кодексте біз сол әр азаматтардың, әр тараптардың жауапкершілігін жаздық. Сондықтан одан бөлек сол су кодексті қабылданған кейін одан бөлек тағда 120-дан астам арнайы бұйрықтар шықты, басқа да нормативті құқықтық актілер шықты. Жергілікті атқарушы органдар қабылданды, орталық атқарушы органдар қабылдады. Біз өзіміз тарапымызда, мысалы министрлік тағда 60-қа жоқ бұйрықтар шығардық. Сол кодекстің талаптары жұмыс істеу үшін. Сондықтан бүгінгі күні біз айта аламыз, мынау су саласында жаңа нормативтік құқықтық база қалыптастыр деп. Екінші үлкен блок, біз енді айтайын дегеніміз, мынау сол құрылғаннан бастап біз бүкіл Қазақстан бойынша су жүйесінде, су гидротехник құрылыстарға, ирригация жүйелерге түгендеу жұмыстарын жүргіздік. Жергілікті атқарушы органдармен бірге. Сол жұмыстың нәтижесінде біз мынау су саласын дамытудың 2028 жылға дейін кешенді жоспарын бекіттік. Ол екінші блок. Ол жерде біз белгіледік. Мысалы, қай өңірде қандай күрделі жөндеу, реконструкция жұмыстарды біз жүргізуіміз керек. Қанша шақырымда ирригация жүйелерді механик тазалаудан өткізуіміз керек. Және өрде қаржы көздері белгіленді. Республика бюджет, жергілікті бюджет, жеке кәсіпкердің тарапынан немесе қаржы ұйымдардан, шетелдік қаржы ұйымдардан, халықаралық. Ол кешенді жоспар белгіледік. Үшінші бағыт, үлкен бағыт, біздің мысалы егер Қазақстан бойынша 100% су қалыптасса жылына, соның 55% ол өзіміздің ішкі көздерінен, 45%, орта есеппен 44-45% ол трансшекаралық өзендер бойынша бізге көршілес мемлекеттерден келеді. Ол Ресей Федерация, Қытай Халық Республикасы, Қырғызстан, Таджикистан, Өзбекстан мемлекеттерден. Сондықтан біз өзіміз үшін осы су дипломатиясын басқа өзіміздің көршілес мемлекеттермен қарым-қатынасты қалыптастыру үшін өзіміздің сол су дипломатиясын жоғары деңгейге көтеру мәселесін қолға алдық. Сондықтан бүгінгі күні осы 3 бағыт бойынша да, оның ішінде де басқа да көптеген жұмыстар бар, жұмыстар атқарылуда. Былай айтқанда, бүгінгі күні Қазақстан ішінде су басқару жүйесін дамыту барысында шет мемлекеттермен су дипломатиясында да жүйе қалыптасты. Сондықтан біз осы жүйеге белгіленген жоспарларға сәйкес
жұмысты атқарып жатырмыз. Қазақстанда енді су ресурстарын басқару 8 су бассейні бойынша бөлінген. Осы бассейн инспекцияларының құзыреті мен техникалық жабдықталуы туралы айтып берсеңіз, және де бұлардың мәртебесін көтеріп, оларды шынайы бақылаушы әрі жазалаушы органға айналдыру жоспарда бар ма? Айту керек, осы депутаттардың қолдауымен бүгінгі күні сол бассейн инспекцияларға су кодекстен нақты тексеретін құқықтар берілді. Егер міндетті түрде сол құқық қорғау органдар прокуратура талаптарында барып тіркелу керек, содан ары қарай тексеру керек болса, бұрынғы жағдайда бүгінгі күні біздің бассейн инспекциялар өзінің жоспарына сәйкес кез келген мекемеге барып, оны тексеру жұмыстарын жүргізе береді, нақты шешім қабылдайды. Нақты шешім қабылдаған соң хаттама толтырады, содан өзі заңға сәйкес айыппұл салады. Бүгінгі күні сол 8 бассейн инспекцияға министр құрылғаннан бастап біз арнайы комитет құрдық. Ең бірінші мәселе, біз бассейн инспекция штат мәселесін шештік. Қосымша 230-дан астам штат бірлігін бердік. Ол дегеніміз, мынау бұрынғы инспекциялар болды, бірақ штат саны аз болған соң жалпы көп көлемде жұмысты атқарыламай жүрді жергілікті жерде. Сондықтан бірінші штатын көбейттік. Екінші, материал техника базасын нығайттық. Нығайтқанда автокөліктер алып бердік, отырып атқан ғимараттарын жөндеп бердік, жиһазын алып бердік. Содан кейін мынау халықаралық қаржы ұйымдарының арқылы біз оларға ноутбук, компьютер, дрон, басқа да мәселелерді бәрін қамтамасыз еттік. Жағдай жасадық бүгінгі күні. Содан кейін, мысалы, сол бассейн инспекцияның бастығы бүгінгі күні жергілікті жерде, деңгейде мемлекеттік инспектор болып есептеледі. Инспектор болған соң оған арнайы құқықтар берілді. Тексеру жұмыстарын жүргізуге. Құзыреті кеңейтілді. Құзыреті берілді. Енді салыстырма түрде айтатын болсақ, енді бүгінгі күні біздің инспекциялар тек қана сол заң бұзушылықтар анықтаумен емес айналысып жатқан. Ол қосымша тағда арнайы рұқсатнама береді. То есть суды пайдалану үшін кез келген мысалы кәсіпкер немесе мекеме сол бассейн инспекция барады, өтінішін білдіреді. Содан жаңағы судың көлеміне байланысты ол оған арнайы рұқсат береді. Осынша суды алуға болады табиғаттан деген. Содан сол қалай оны пайдаланып жатыр, оны барып тексереді. Егер заң бұзушылығы анықталса, онда оған айыппұл салады. Енді бүгін сіздің біздің бағдарламаға келіп сұхбат беруіңіздің ең маңызды мәселесі бұл әрине қуаңшылық туралы. Біз өз жаңағы бағдарламаның басында көтерген болатымыз. Енді Қазақстан қуаңшылық кезеңдеріне қаншалықты дайын? Мәселе енді туындағанын күтіп отырған жоқпыз ғой? Әрине, ең бірінші біз сол қуаңшылықты, содан су тасқыны болжамдау жүйесін әзірлеу жұмыстарын қолға алдық. Бүгінгі күні министрдің қарамағында арнайы ақпараттық талдау орталығы жұмыс істейді. Қаржы мәселесі бәрі шешілген. Сол жерде бүгінгі күні арнайы Талсим деген ақпараттық жүйені біз енгіздік. Сол Талсим жүйесінде бүгінгі күні қай жерде қандай су тасқынына байланысты и қуаңшылыққа байланысты болжам жасайды. Бірінші, сол жылдың басынан бастап, сол болжамға сәйкес бар су қоймаларды, мысалы біз білеміз қай жерде қандай су пайда болады, содан су қоймалардың көлемін азайту жұмыстарына кірісеміз. Ол қыста, сол қаңтар, ақпан, наурыз айларынан бастап, содан көктем уақытысында қар еріген соң, сол су қоймаларға суды жинауға жұмыстарды бастаймыз. Ал енді қуаңшылық жағдайды сол болжам болған соң, оның бірнеше бағытта жұмыстар атқарамыз. Ең бірінші, сол суды жинаймыз. Соны болдырмау үшін. Жаңағы бар су қоймаға жинаймыз. Екінші, сол суды беру үшін ирригация жүйелері бар. Сол ирригация жүйелерді, мысалы, ремонттау, жөндеу жұмыстарды, қайта жаңғырту жұмыстарды жүргіземіз. Одан бөлек механикалық тазалау жұмыстарды жүргіземіз. Ал енді одан бөлек, мысалы, біз көріп жатсақ, судың тапшылығы болатын болса,
біз уже лимит бекітеміз. Әр жергілікті атқарушы органдарға лимит белгілеген соң, мысалы, сол лимитке сәйкес жергілікті атқарушы органдар уже қай жерге қандай дақылды орналастыру мәселесі. Мысалы, су көп талап ететін дақылдардың көлемін қысқартады, немесе су болған жағдайда оның көлемін реттейді. Қанша гектар егетін көлемін реттейді. Сондықтан бұл өстіп, былай айтқанда жүйелі жұмыстар, и сол суды аз болған жағдайда осы жұмыстардың арқасында осы мәселе шешіледі. Нұржан Молдиярұлы, қазірдің өзінде егістік алқаптарының аңқасы кеуіп кетпесе де, тіршілік нәрінің тапшылығы жер емген жұртқа сезіліп жатқан ұқсайды. Бұл туралы біздің түсірілім топқа сұхбат берген диқандар айтты. Ал қуаңшылықтың құрсауында қалмас үшін қайтпек керек, оның алдын алу үшін не істеу керек деген сауалды саланың сақа сарапшыларына да қойдық. Қазір арнайы сюжетті көріп алайық, содан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Ауыл бойынша 650 гектар күріш алқабын егіп жатырмыз. Су өте тапшы болып тұр. Соның салдарынан кешеуілдеп қалып тұрмыз. Гаджанбек Жүсіповтың жұмысын тұралатқан мәселе осы. Егістіктің ебін тапқан азаматқа тіршілік нәрінің тапшылығы қолбайлау болып отыр. 100-ден астам адамды қызметпен қамтыса да тоқ мейілсіген кезі жоқ. Керісінше өнімнің көлемін арттыра алмай пұшайман халге түскен. 100 гектар егілген бидайымыз бар. Сол судың тапшылығына байланысты бидайды аз көлемде егіп, суды ойлап аз көлемде егіп жатырмыз. Құрғақшылықтан қажыған ел көктен жауын сұрап, жерде жылап жатпақ емес. Дегенмен сарапшылар кесапатқа климаттың өзгеруі себеп дейді. Сондай-ақ технология озған заманда суды реттегіш құралдардың тозғаны көңілге қаяу салады. Біздің көрші елдермен су дипломатиямыз, су бөлісу несінде төмендігі дәлелдей алмайтынымызды. Екінші, мынау сол өзеннің бойындағы су қоймаларында реттеп, бақылап, сол жерден былтырғы кеткен қателіктер. Бір факторы, енді негізінде қуаңшылық жылдары жүр суды үнемдей бастайды. Біз бұған дейінгі талай айтып су үнемдеу мәдениеті бізде төмен. Күлшесіне қарай күл тартқан көршілермен келісімге келмесек, шаруамыз шатқаяқтап кетері хақ. Әсіресе оңтүстіктегі ағайынның тірлігін тұралатып тастауы мүмкін. Өйткені мұндағы жұрт егіншілікпен жан бағып отыр. Ал су тапшылығының салдары тым ауыр, азық-түлік бағасы артып, мал азығы қымбаттайды. Қиыншылықтан шығар жолда сарапшылар саралап берді. Қуаңшылық аз су болады. Ең бірінші мәселе аз суды тең және әділ бөліп беру. Қазір енді біреу мысалға каналдың басындағы бір білекті біреу бар суды алып қалып, ана қалған шаруаны зарлатып қойып, соны әкімшіліктер мен ауыл шаруашылық министрлігі қолға алу керек. Екінші, мына сол әсіресе суарма жердегі пайдаланған суды қайта пайдалану жүйесін енгізіп, соған шаралар қолдану. Дегенмен шаруаларға битке өкпелеп, тонын отқа жағудың қажеті жоқ. Қуаңшылық бұрын да болған, бола береді дейді мамандар. Сол үшін суды ретімен жұмсаудың жолын тапқан абзал, ал жауаптылар фермерлердің жауапкершілігін арттыру бағытында жұмыс атқару тиіс. Сонымен қатар халықаралық келісімдерді өз пайдамызға шешу маңызды. Сумен де саудаласа білу қажет. Шерхан Абзаллы, арнайы түйін бағдарламасы үшін. Нұржан Молдиярұлы, сюжетті көрдік. Мынау оңтүстік өңірлерде ең қиын кезеңдерде суғару суының тапшылығы 1 миллиард текше метрге дейін жетеді делінген. Министрлік бұған жауап ретінде Түркістан және Қызылорда облыстарында күріш сияқты көп су қажет ететін дақылдардың көлемін қатаң шектеп жатыр. Бірақ енді бұл фермерлердің қалтасына соққы. Бұдан өзге шаруалар үшін жаңағы тиімді қандай баламалы көмек түрлері бар? Рас, осы биылғы жылы сол Түркістан облысы, Қызылорда облысында осындай су тапшылығы болады деген болжам бар. Ең бірінші ол болжам мынау жоғары Қырғызстанда Тоқтағұл су қоймасы орналасқан. Біз оны көріп отырмыз. Мысалы, қанша жерде су жиналған. Былтырғы жылмен салыстырғанда жалпы жоғары су қоймаларында ол Қырғызстан, Өзбекстан, Таджикстанда вегетация басталардың алдында 1 миллиард 600 миллион текше метр су аз болған. Былтырғы жылмен салыстырғанда. Ол дегеніміз мына вегетация кезінде сол судың тапшысы болады деген сөз. Әрине біз қыста вегетация аралық кезінде өзіміздің Қазақстанда
орналасқан су қоймаларды жинақтадық 100% көлемде. Бірақ сол вегетация кезінде 6 айдың ішінде міндетті түрде бәрібір жоғары жақтан, сол жоғары су қоймалардан міндетті түрде су келу керек вегетация өту үшін. Сондықтан осы болжам, біз анау судың аз болған көрген сайын болжам сондай болды. Су аз болатын. Сондықтан мынау су көп талап ететін дақылдарды, оның ішінде күріш мәселесі қысқарту, көлемін қысқарту мәселесін қолға алдық. Былтырғы жылы осы желтоқсан айында сол Қызылорда облысында, Түркістан облысында, Жамбыл облысында арнайы барып шаруа қожалықтарымен кездесіп, біз осы жағдайды түсіндіріп айттық. Осындай жағдай болады, сондықтан күріштің көлемін қысқарту керек деген. Екінші жағынан мынау ауыл шаруашылық саласындағы егістік көлемдерінің әртараптандыру мақсатында арнайы жол картасы бекітілген. Сол жол картасында да ол көрсетілген. Су көп талап ететін дақылдарды оңтүстік Қазақстанда қысқарту. Күріш және мақта. Сондықтан ол жұмыстар тағы да сол ауыл шаруашылық министрлігі бекітілген жол картасында мақсатын орындау үшін ол атқарылып жатыр, жұмыс істеп жатыр. Енді нақты Қызылорда облысына келетін болсақ, ол жерде суды пайдаланатын ауыл шаруашылығының басқа тағы да үлкен екі бағыты бар. Біріншісі тағы да, оның екіншісі ол солтүстік Арал теңізі. Бүгінгі күні осы соңғы осы 2,5 жылдың ішінде, мысалы, сол солтүстік Арал теңізінің көлемі 18 миллиард текше метрден 24 миллиард текше метрге дейін біз оны көтердік. Жалпы 6 миллиард текше метр судан астам біз ояққа су бердік. Өрде қазір балық шаруашылығы дамып жатыр. Былтырғы жылдың өзінің көрсеткіші, мен қателеспесем, бір 10 мың тонна мен 15 мың тоннаның арасында балық ауланды. Ол деген жұмыс орындары ашылды деген қайттан. Адамдар өзінің тіршілігімен, кәсібімен айналысып жатыр. Тағы да үшінші бағыт ол экологиялық бағыт. Міндетті түрде қазір Қызылорда облысында 70-ге жоқ тағы да көлшіктер бар. Құм. Егер сол көлшіктерді біз сумен толтырмасақ, экология мәселе туындайды. Адамдардың денсаулығы мәселесі нашарлайды. Сондықтан біз міндетті түрде сол көлшіктерді сумен толтыруымыз керек. Сондықтан осы үш үлкен бағыт бойынша біз былай айтқанда баланс табуымыз керек. Ауыл шаруашылығына жету керек, балық шаруашылығында да солтүстік Аралға су бару керек, және экологиялық мақсатқа біз суды жіберуіміз керек. Екінші жағынан біз енді шаруа қожалықтарға айтып отырмыз, суды үнемде. Әртүрлі тәсілдері бар, оны үнемдейтін. Мысалы, Қызылорда облысында сол күріштің алқаптарының лазерлік техникамен жерді тегістеу. 20-30%-ға дейін суды үнемдеуге мүмкіншілік береді. Бірақ сол техниканы сатып алу үшін, мысалы, соның субсидия көлемін, то есть шығындардың бір бөлігін төлейтін өкімет тарапынан жәрдемін 25%-дан 50%-ға дейін көтердік. Мен 23 жыл сояққа барғанда шаруа қожалықтарына сол ұсыныс болды да, ауыл шаруашылығы министрлігімен бірге жұмыс істеп, біз сол субсидиясын көтердік. Екінші, суды үнемдейтін, мысалы, ауыл шаруашылығында ол жаңбырлатып және тамшылатып жүйесі бар енгізетін. Бірақ шаруаға өте қымбат енгізу үшін. Осы ретте мен нақтылайын деп едім. Бұл тек ірі агрохолдингтерге ғана қолжетімді ма, әлде қарапайым шаруаларға да? Былай айтқанда, мысалы, біздің есебіміз бойынша, ауыл шаруашылығы есе бірге есептеміз, 1 гектарға сол жүйені енгізу үшін, жүйені тамшылатып және жаңбырлатып жүйені енгізу үшін 1 гектарға 800 мың теңге көлемінде ақша кетеді. Одан бөлек сол инфраструктурына келу керек. Ол арнайы бассейн соғу керек, немесе арнайы ирригациялық жүйені соғу керек, тоға келу керек, мысалы, насос жұмыс істеу үшін. Оған қосымша тағы 800 мың теңге ақша. Орта есеппен, мен орта есеппен айтып отырмын. Сондықтан, міне есептеңіз, 1 гектарға 1 миллион 600 мың теңге. Әрине, жай шаруа үшін ол өте қымбат, өте ауыр. Сондықтан, бүгінгі күні арнайы ереже қабылданды. Өкімет тарапынан соның 80% субсидия ретінде төленеді. То есть 80% өкімет шығындарын өзіне алып жатыр. Мысалы, сол Қызылорда облысында
сол су үнемдейтін технологиялар енгізу үшін Қызылорда облысына 11 миллиард қаражат бердік. Бір жылдың ішінде. 3 жылда 33 миллиард қаражат алады. 25 жылмен салыстырсақ, 30 есе көп қойды бөлінген қаражат. Түркістан облысында бір жылға 31 миллиард, 3 жылдың ішінде 93 миллиард. Себебі жердің көлемі көп берді. Сондықтан о жерде 93 миллиард теңге 3 жылда бөлінеді. Ол бұрынғы жылдармен салыстырғанда 11 есе көп. 11 есе көп қаражат. Сондықтан бүгінгі күні, түсінген Жамбыл облысы, Алматы, Жетісу облыстарында тура сонда жағдай бар. Сондықтан бүгінгі күні республика бюджет тарапынан жеткілікті көлемде қаражат бөлініп отыр. Олай болса, мынау елдегі ирригациялық инфрақұрылымның мынау тозу деңгейі 60-80%-ға жеткен. Бұл енді сарапшылардың айтуы бойынша. Бұл каналдарды қашан модернизациялаймыз? Қай уақытқа жоспарланған? Өйткені бұл өте маңызды мәселе. Біз фермерлерден суды үнемдеуді талап етеміз. Сол бойынша жүйелі жұмыстар атқарылып жатыр сіздердің ведомстволарыңызбен, бірақ егер де жіберілген су жол жөнекей құмға сіңіп кетіп жатса, осының кесірінен. Дұрыс айтасыз, бұл да бір суды үнемдейтін бір тәсіл деп айтуға болады. Ирригация жүйелерді қалпына кетіру мәселесі. Жаңа мен басында айтып кеттім ғой, біз 23 жылы бүкіл Қазақстан бойынша түгендеу жұмыстарын жүргіздік деп. Соның ішінде бүгінгі күні Қазақстан бойынша 40 мыңнан астам ирригация, 40 мың шақырымнан астам ирригация жүйе бар. 40 мыңнан астам шақырымнан. Сонда енді осыны қалпына келтіруіміз керек. Жаңа өзіңіз айтқандай, бұрынғы 1960-1970 жылдар соғылған жаңа кешенді жоспарда біз әзірледік. Кешенді жоспарда әр өңір бойынша, облыс бойынша біз соны жоспар ретінде кіргіздік. 2030 жылға дейін, мысалы, біз сол 14,5 мың шақырымды бетондауымыз керек. Биылғы жылға дейін біз айтуымыз керек, 6 мыңнан астам шақырымды бетондау жұмыстарын аяқтадық. Қалған жұмыстарды республика бюджеттен қаражат бөлініп жатыр. Соңген халықаралық қаржы ұйымдардан біз қазір несие алып, сол жұмыстарды жүргізіп жатырмыз. Жаңа мен айтып кеткендей, биыл жылдан бастап 6 өңірде, ол оңтүстік Қазақстанда 5 облыста, соңген батыс Қазақстанда біз қазір сол жұмыстарды 1000 шақырым ирригация жүйелерге қазір сол жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. 14,5 мың 2030 жылға дейін 14,5 мың шақырымды біз сол жұмыстарды аяқтауымыз керек. Сол жұмыстарды аяқтаған соң, ол қосымша 15-20%-ға дейін суды үнемдеуге мүмкіншілік береді. Себебі, жаңа өзіңізді айтқанда, құмға жерге сіңіп кетпейді, шаруа қожалыққа келеді. Шаруа қожалық ол тағда өзінің үнемдейтін жүйелерді енгізсе, ол жерде тағда су үнемделеді. И 2030 жылы, жаңа ең басында мен айтып кеткен тұжырымдаманы бекіттік қой, сол жерде индикаторлар. Сол индикаторларда мысалы көрсетілген. Біз жаңа су қоймаларды салуымыз керек. Бірінші, сол су қоймаларды салған соң 2 миллиард 600 миллион текше метрден су жиналады деген қосымша. Екінші, мынау ирригация жүйелерді біз қалпына келтірсек, оны жұмыстарды жасасақ, оны қосымша тағда 1,5 миллиард текше метрден астам су үнемделеді. Шаруа қожалықтар су үнемдеу технологиялары енгізеді. Біздің жоспарымыз 2030 жылы сол 1 миллион 300 мың гектарға дейін су үнемдеу технологиялары енгізу керек. Қосымша 2 миллиард 200 миллион текше метр су үнемделеді. Одан бөлек біз өнеркәсіп саласын айтқан жоқпыз. Су кодексінде өнеркәсіп мекемелерге біз қазір талап қойдық. Міндетті түрде олар суды алған соң, жалпы өзеннен, табиғаттан суды алған соң, ол суды міндетті түрде айналымды немесе қайта пайдалану керек. Ол арнайы өзінде сондай құрал жабдықтарды орналастыру керек, суды тазалау керек, немесе суыту керек. Соңген суды қосымша алмай, сол суды қайтан пайдалану керек.
Бүгінгі күні сол бассейн инспекциялар біздің сол өнеркәсіп мекемелерімен жұмыс істеп жатыр. Арнайы жол картасын бекітіп жатыр. Осы 2 жылдың ішінде 27 жыл ол аяқталады. И 2032 жылға дейін олар су сол қайталама пайдалану мәселесін және айналымды пайдалану мәселесін қолға алып, қосымша 1 миллиард 700 миллион текше метрді суды өнімдейді деген индикатор біз бекіттік. Біз қазір су кодексте соны бекіттік. Өнеркәсіп мекемелері оны біледі, біз оларға жеткіздік, қазір жұмыс істеп жатырмыз. Осының бәрін есептегенде 2030 жылы біз 10 миллиард текше метрге дейін суды жинақтаймыз, үнемдейміз. Жаңағы сіз ең басында айтып кеттіңіз, мынау климаттың өзгеруіне байланысты, температураның көтеруіне байланысты, жалпы табиғатта болып жатқан судың көлемі қысқарып жатыр. Сондықтан қысқарғанмен де мынау атқарылған жұмыстың арқасында бір экономика саласы, өзіміздің бірінші кезекте тұрғындар судың тапшысын көрмеу керек. Біздің жұмысымыз солға бағытталған. Мынау сөзіңізде айтып қалдыңыз су қоймалары бойынша. Мынау апаттық жағдайда тұрған бөгеттердің жұмысы қазір қалай жүруде? Сосын жаңадан салынатын мынау 20 су қоймасы. Осының жұмысы қазір қалай жолға қойылған? Ол да су кодексте көрсетілген. Ол талаптар. Міндетті түрде су қоймаларға 5 жылда бір рет көп факторлы зерттеу жұмыстарын жүргізу керек. 5 жылда бір рет. А егер ол мысалы авариялық жағдайда тұратын болса, жылда көп факторлы зерттеу жұмыстары жүргізу. Ол кім жүргізеді? Ол мысалы Қазсушар мекемесінде 100-ден астам су қоймаларының балансында тұр. Одан бөлек 300-ден астам су қоймалар жергілікті атқарушы органдардың арнайы коммуналдық мекемелерінің балансында тұр. Сондықтан республика бюджеттен қаражат бөлінеді, жергілікті бюджеттен қаражат бөлінеді, сол көп факторлы зерттеу жұмыстары жүргізілу тиіс. 2024-2025 жылы біз жаңа тұжырымдамада оны индикатор ретінде бекіттік. Сол индикатор бүгінгі күні 2 жылдың ішінде 100% орындалып жатыр. Көп факторлы зерттеу жұмыстары жүргізілсен, сол су қойманың техникалық жағдай анықталады. Ол жөндеу керек, қандай ағымды жөндеу жұмыстарын жүргізу керек па, немесе күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу керек па, арнайы соңген қауіпсіздік декларация толтырылады. Сол декларация сәйкес жөндеу жұмыстары атқарылады. Біз осымен сол жаңа су қоймаларының қауіпсіздігін қамтамасыз етіп жатырмыз. Былай айтқанда жүйе қалыптасты, жұмыс атқарылып жатыр, қаражат бөлініп жатыр, күрделі жөндеу, ағымды жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мысалы, өзі мынау Қазсушар кәсіпорын тарапынан бүгінгі күні біз айта аламыз, бір 7 су қоймаға қайта жаңғырту жұмыстары жүргізілді. Мынау талаптарын орындау барысында әрине жоспарда тағда 2030 жылға дейін 30-дан астам гидротех құрылыстарға осындай жұмыстар жүргізу керек. Қазсушар тарапынан қаражат бөлінеді, ол жұмыстарда атқарылады. Сондықтан қауіпсіздігін қамтамасыз етеміз. Жаңа су қоймаларға байланысты арнайы жобалық сметалық құжаттар әзірлеген соң, ол міндетті түрде мемлекеттік сараптамадан өтеді. Өткеннен соң ол оған қаражат бөлуге мүмкіншілік бар. Енді мемлекеттік халықаралық қаржы ұйымдардан қаражат алған соң, олардың талабы бөлек, олардың қосымша талабы бар. Олар арнайы тағда бір мекемен тағайындайды. Сол мекеме қайттан сол біздің әзірлеген жобаны, жобалық сметалық құжаттарды тексереді. Соңген екі жақтан біз оны тағда егер кемшіліктер болса, біз оны қайттан қалпына келтіреміз. Қалпына келтірген соң тек қана соңген құрылыс монтау жұмыстарына кірісеміз. Ол жерде де бірнеше деңгейде құжаттың заңдылығын, қауіпсіздігін, қаншалықты талаптар орындалып тексеріледі, соңген тек қана құрылыс монтау жұмыстарына кіріседі. Осы ретте цифрландыру қазір қандай қарқынмен жүріп жатыр, не жасалды, және де мынау онлайн түрде не көріп, не бақылай аламыз? Биылғы жылдан бастап ауыл шаруашылығында шаруа қожалықтарымен келісім шартты электрондық түрде жасасу. Биылғы жылға дейін ол қағаз түрінде болған. Бүгінгі күні арнайы ақпараттық жүйе құрдық. Шаруа қожалық мысалы онлайн
тапсырыс береді онлайн режимде. Содан кейін біздің Қазсушар кәсіпорынның филиалдары қанша жер бар оның, содан кейін бұрынғы қарызы бар ма, жоқ па, қандай дақыл орналастырады, содан кейін мысалы әр айда, әр айдың әр 10 күндікте қанша су алады, сол келісімшартта бәрі көрсетіледі, электрондық түрде шаруа қожалықпен келісімшартқа отырады. Содан кейін сол электронды түрде отырған соң ақпараттық жүйе өзі, мысалы, әр канал бойынша, әр су қойма бойынша қандай уақытта қанша су беріліп тиіс, соны реттейді. Бұны біз ақпараттық жүйеге енгіздік биыл. Бүгінгі күні 27 мыңнан астам осындай келісімшарт жасадық. Одан бөлек мемлекет басшының тапсырмасына сәйкес біз бүгін Қазақстан бойынша ұлттық ақпараттық жүйе, су саласына байланысты ұлттық ақпараттық жүйені қалыптастырып жатырмыз. Оның ішінде бүгінгі күні 20 мыңнан астам су объектілері бойынша ақпаратты енгіздік. Өзендер, 17 мыңнан астам өзен бойынша ақпаратты енгіздік. 4 мыңнан астам көл, су қоймалары бойынша ақпарат енгіздік. И одан бөлек қазір біз гидротехник құрылыс жайлар бойынша соның ішіне ақпарат енгізіп жатырмыз. 12 өзінің бағыты бар, 12 бағыты. Сондықтан біз биылғы жылы оны пилоттық режимде жұмысқа іске қосамыз. Келесі жыл ол 27 жылдың қорытындысымен толық 100% жұмыстарды аяқтаймыз. Сол кезде біз сол ұлттық ақпараттық жүйеде бүкіл Қазақстан бойынша судың жағдайын қарап отырамыз. Мысалы, әр азаматқа сүйген өзінің бір арнайы несін береміз, рұқсат алу, қай жерде қандай ақпарат алуға болады. Мысалы, біз кез келген уақытта қай су қоймада қанша су жиналды, соны көре аламыз. Қанша су түсіп жатыр өзенмен, қанша су сол су қоймадан жіберіліп жатыр. Сондай ақпарат болады. Әр өзен бойынша да қанша су қандай уақытта өтіп жатыр. Әрине, ары қарай ол жүйе дамыған сайын әр шаруа қожалық қанша уақытта қанша су алды. Алған суға сол жаңағы қызметіне қанша қаражат төледі. Ол да бәрі ақпараттық жүйеде болады. Сондықтан бүгінгі күні осы біз қазір үлкен Ислам даму банкі арқылы 6 өңірде үлкен жаңағы күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Міндетті түрде өңірде жаңағы счетчиктер орнатамыз, ақпараттық жүйе орнатамыз. Одан бөлек 23-24 жылдары, 25 жылдары көптеген ирригация жүйелері жұмыстар жүргізілді. Одан тағда қазір тариф есебінен қаражат тауып, өрде тағда ақпараттық жүйені енгізу жұмыстары істеп жатырмыз. Сондықтан жүйе, былай айтқанда, нақты өзіміздің жоспарымыз бар. Қандай жұмыстар бір жүйеге әкелуге жұмысты жүргізіп жатырмыз. 2030 жылы жаңағы осы жұмыстардың арқасында қосымша бір 15-20% суды үнемдеуге мүмкіншілік аламыз деп отырмыз. Нұржан Молдиярұлы, енді шынымен де үлкен реформалар басталып, осы қысқа уақыттың ішінде жүйелі жұмыстар атқарылды. Бірақ осы жұмыстардың басы-қасында жүретін ол адам әрине, жұмысшы мамандары. Осы кадр мәселесі қазір қалай шешілуде? Жалпы су саласында Қазақстан бойынша 25 мың адам көлемде жұмыс істейді екен. 25 мың адам. Әрине, міндетті түрде ең бірінші бұларға кадрлар керек. Сондықтан мемлекет басшының тапсырмасына сәйкес 2024 жылы Тараз қаласында арнайы осы су мамандар дайындайтын университет ашылды. Бұрын Совет өкіметі кезінде болған, бірақ соны біз енді сол Тараз университетін бөліп, сол арнайы университет аштық. Одан бөлек Қазақстан бойынша 12 жоғары оқу орындары бар, су мамандар дайындайтын, 8 техникум колледж бар дайындайтын. Жалпы бүгінгі күні осы жоғары оқу орындарында, техникумдарда 2700-ден астам студенттер оқып жатыр. Грантта. Біз мына өзіміздің
әріптестермен, жоғары білім министрлігімен бірге сол грант, осы су саласында грант көлемін көбейту жөнінде мысалы жұмыс істедік. 25 жылдың қорытындысымен, мысалы 24-23 жылмен салыстырғанда бөлінген гранттың көлемі 2 есе артты. Бір жылдың ішінде мысалы 1000 бала сол грантқа түсе алады. Бірінші мәселе. Екінші мәселе, біз өзіміздің институтта арнайы кеңес құрдық. Кеңесте біз мынау әр мамандық бойынша стандарттарды бекітеміз. Ескі стандарттарды қайта түгендеу жұмыстарын жүргізіп, мынау қазіргі заманауи талаптарын кіргіземіз. Одан бөлек жаңа мамандық болса, біз жаңа стандарт әзірлейміз. Арнайы кеңес бар, сол кеңесте ғалымдар отыр, ғалымдар оны бекітеді. Біз соңген оны жоғары оқу орындарында, жаңа колледж техникумдарында сол стандарттарды береміз. И сол стандарттарға сәйкес олар оқу бағдарламасын әзірлеу керек. Оқу бағдарламасын әзірлеген соң мамандарды сол оқу бағдарламаны оқыған соң біздің талаптарға сәйкес маман шығу керек та. Үшінші, біз енді бұл салада осы 23 жыл келгенде өте көп бос орындар болды. Қазсушар мекемесі, басқа мекемелер. Ең үлкен проблема жалақы мөлшері өте төмен болды. 85 000 теңге алатын біздің гидротехникамыз. Сондықтан біз осы 2,5 жылдың ішінде айлықты 2 есе көтердік. Орта есеппен. Кейбір мамандықтар, мен жаңа айтқан гидротехник, олардың айлығы мысалы 85 000-нан қазір 220 000 теңгеге дейін көтерілді. Орта есеппен бүгінгі күні Қазсушар мекемесінде айлығы 330-340 000 теңге. Соңғы осы міне 1 сәуірден бастап біз тағы 15% айлығын көтердік. Бірақ өрде біз былай істедік. Мынау бүгінгі күні мынау техникалар бар ғой, күрделі экскаваторлар, үлкен жауапты жұмысты атқаратын, сөйерде жұмыс істейтін механизаторының айлығын, мысалы нарықта қандай айлық бар, 500 000, 600 000 теңге болса, біз сол механизаторының айлығын сол 500-600 000 теңгеге дейін жеткіздік. Себебі нарықта сондай айлық. Сол өзіміздің Қазсушар мекемесіне сол біздің мамандар басқа жекеменшік кәсіпорындарға кетіп қалмасын деп айлығын көтердік. Сондықтан айту керек, уже осы жұмыстың арқасында былтырғы жылы Қазсушар мекемелерінде сол жоғары оқу орындарды бітірген түлектеріміз 42 азамат жұмысқа қабылдадық. Ол дегеніміз уже біз оның бүгінгі атқарылып жатқан осы кадр дайындау мәселесінде нәтижесін көріп отырмыз. Одан бөлек біз айтып жатырмыз, қазір сол 2700 студент, біз 13 жоғары оқу орындарымен мен өзім арнайы меморандумға қол қойдым, отырдым. Сол студенттердің бәрін біз қазір өндірістік тәжірибеден өзіміздің Қазсушар филиалдарына өткізіп жатырмыз. Сондай мүмкіншілік бар. Олар келеді, жұмысты көреді, жүреді сол жерде, соңген институт бітірген соң сөйерге жұмысқа қабылдауға біз дайынбыз. Мынау дипломмен ауылға деген бағдарлама бар, білесіздер. Ол ауыл шаруашылық саласында, сол мектеп, денсаулық сақтау саласында, білім саласында қызметкерлер ауылға келетін болсақ, оларға арзандатылған несие береді, соңген мысалы көтерме жәрдемақысын береді. Сол дипломмен ауылға бағдарламасына су саласының мамандарында енгіздік. Қазір уже осы кейбір филиалдарда біздің мамандар сол дипломмен ауылға байланысты жеңілдетілген несие алып, үй сатып алу мәселесін, сондай өзінің әлеуметтік мәселені шешу жолдарын уже ашып бердік. Енді біз сұхбатымыздың ең маңызды әрі салмақты тұсына келдік. Бұл су дипломатиясы мен трансшекаралық геосаясат мәселесі. 21 ғасырда мұнай үшін емес, су үшін соғыс болады деген болжамдар айтуда сарапшылар. Бұл орталық Азия үшін қауіп қаншалықты шынайы? Осы сұрақты маған қойғанда мен бірінші жауабын айтам. Осы біз соғыс болмау үшін жұмыс істеп жатырмыз. Су дипломатиясы. Ең бірінші айтуымыз керек, 18 ақпан 1992 жылы бәр мемлекеттер өзінің егемендігін алған соң 18 ақпан күні
5 мемлекет орталық Азияның министрлер Алматы қаласында жиналып меморандумға, келісімшартқа қол қойды. Ол мемлекеттік аралық, трансшекаралық өзендерді суды бірлесіп басқару, бірлесіп қорғау, соның 5 мемлекет министрлік қол қойды. Содан кейін сол 92 жылдан бастап Қазақстан барлық мемлекеттермен екі жақты келісімшартқа қол қойды. Мысалы, Қырғызстанмен 2000 жылы сондай келісімшартқа қойдық. Ресей Федерациясымен 2010 жылы Қытай Халық Республикасымен тура сондай келісімшартқа қойдық. Ал былтырғы жылы, мынау 2025 жылы қараша айында Өзбекстанмен екі жақты келісімшартқа қойдық. Сондықтан бүгінгі күні барлық трансшекаралық мекемелермен бүгінгі күні бізде екі жақты да, соңын үш жақты да, жаңағы мен айтқан 5 жақты да келісімшарттар бар. Сол келісімшартқа сәйкес арнайы комиссиялар жұмыс істейді, арнайы жұмыс топтар жұмыс істейді. Мысалы, аралды құтқару халықаралық қорының құрамында бізде су саласындағы мемлекеттік аралық арнайы су комиссиясы бар. Сол су комиссиясына жылына біз әр 90 сайын соның отырысын өткіземіз. Кезең-кезеңмен әр мемлекетте. Сол жерде біз соның әр өзен бойынша, трансшекаралық өзен бойынша, әр су қойма бойынша кестесін бекітеміз. Әр мемлекетке қанша су тиесілі. Содан кейін сол кестені бекіткен соң сол кестенің орындалуын қадағалап отырамыз. Айтуымыз керек, бүгінгі күні мынау соңғы 3 жылдың ішінде сол бекітілген кесте, мысалы, бірде-бір кесте бұзылған жоқ. Қазақстан үшін біз берілген су мөлшері барлық трансшекаралық өзендер бойынша кестеге сәйкес келіп жатыр. Бүгінгі күні сол кестеге сәйкес су көлемі бүгінгі күні жаңа мен айтып кеткен 3 үлкен сала бойынша бөлініп толық көлемде жеткілікті болып отыр. Сондықтан мынау су дипломатиясы біз үшін ерекше бағыт. Арнайы өзіміздің орталық ақпаратта арнайы өзің департамент бар. Мен өзім, соңын менің бірінші орынбасарым осы бағытта жұмыстарды жүргіземіз. Біз үшін жаңа мен тағы да қайталаймын, барлық жағдайларды ескеріп, барлық мемлекеттердің мүдделерін ескеріп, ең бірінші Қазақстан үшін өзіміздің ұлттық мүдделерін ескере отырып, біз жұмысты атқарып отырмыз. Енді өңірдегі ахуалға дегенмен де жеке тоқталып өтсеңіз, жайықтың мәселесі қазір қандай жағдайда? Соңғы жылдың ішінде, мысалы, өте қиын жағдай 23 жыл болды. Қателеспесем, бір 3,5-4 миллиард текше метр көлемде жайық өзені бойынша бізге Қазақстанға келді. Орта есеппен көп жылдар есептесек, ол 7-8 миллиард текше метр болу керек. Соңғы жылдың ішінде біз, мысалы, 2024 жылы 16 миллиард текше метр келді бізге. Су жайық өзені бойынша 2025 жылы 10 миллиард текше метрге көлемде су келді. Мынау жылдың басынан бері біз қазір көріп отырмыз. Ресей Федерациясынан бізге келіп атқан судың көлемі былтырғы деңгейде. Біз күнделікті байланыстамыз, тығыз байланыста жұмыс істеп жатырмыз. Біз енді жайық өзені бойынша проблема көп тұрған жоқ. Орталық Қазақстанның басты күре тамыры, Қаныш Сәтбаев атындағы каналының инфрақұрылымы бойынша ақпарат берсеңіз. Өте біздің үлкен жоба деп, үлкен мекеме деп айтуға болады. Бүгінгі күні осы канал арқылы Павлодар, Қарағанды, Ақмола облысы, Астана қаласы тек қана ауыз су емес, бұл жерде өнеркәсіп мекемелері, ауыл шаруашылығы да су алып отыр. Егер былай айтқанда, егер бұл канал істен шықса, көптеген кәсіпорындар тұрып қалайын деп тұр. Сондықтан біз ерекше осы каналдың жұмысына ерекше назар аударып жатырмыз. 2024 жылы сол каналды қалпына келтіру үшін
модернизация жұмыстары жүргізу үшін арнайы жол картасын бекіттік. 5 жылдың ішінде біз 19 агрегатты ауыстырамыз. 100% көлемде электр жүйесін ауыстырамыз. И бүгінгі күні айтуымыз керек, сол жол картасына сәйкес жұмыстар атқарылып келе жатыр. Бүгінгі күні сол 5 агрегаты келді, біз оны ауыстырдық. 17 трансформатор келді. Оны қазір сол ауыстыру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. И одан бөлек, жоспарға сәйкес соңғы келесі 3 жылдың ішінде жаңа агрегаттар келеді. Сонда осы жұмыстардың арқасында сол жол картасының шарлары бәрі біткен соң біз былай айтқанда 100% қайттан каналды өзінің қуаттылығына жеткіземіз. Ол дегеніміз 100% біз оны қалпына келтіреміз. Ол үлкен кепілдік. Жаңағы мен айтқан 4 облысқа, 3 облыс пен Астана қаласында ол канал былай айтқанда бұзылмай, қауіпті жағдайда жұмыс істейтін. Одан бөлек айту керек, біз енді тек қана сол инфрақұрылымда емес, біз материал техника базасын жақсарттық. 100-ге жоқ біз техника алып бердік. Арнайы сол тракторлар, арнайы техниканы алып бердік. Мысалы да, сол даже керек болса адамдар таситын да техниканы алып бердік. Сол өзінің тарапынан, өз күшімен сол каналды тазалау жұмыстарын, күрделі жөндеу жұмыстарын, одан бөлек тағда ағымды жөндеу жұмыстарын жүргізу. Соңын бізде мынау жаңа біз көп факторлы зерттеу жұмыстарын айтып кеттік қой. Сол жұмыстардың нәтижесінде мына жерде 87-ші су қоймасы бар. Сол қауіпті жағдайда етін. Бүгінгі күні біз өрде қазір күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Биылғы жылы біз соны жұмыстарды бітіреміз. Сондықтан сол қауіпті жағдайдың мәселесін шешеміз. Сұхбатымыздың соңғы сұрағы болсын, қоғам суды шексіз ресурс емес, шектеулі әрі құнды ресурс ретінде көру үшін не өзгеру керек? Суға көзқарас өзгеру керек. Жаңа айтып кеткен ауыл шаруашылығы болсын, өнеркәсіп саласы болсын, сенен өзіміз күнделікті суды пайдалану барысында біз суды үнемдеуіміз керек. Мемлекет басшысы бірнеше рет айтты. Жалпы қоғамның ішінде суды пайдалану мәселесінде біз жаңа мәдениетін қалыптастыруымыз керек. Ол мәдениет қаяқтан басталады? Ол мәдениет бірінші үйден басталады. Министрлік тарапынан біз арнайы сол методикалық ұстанымдарды бекіттік. Үйде қалай суды үнемдеуге болады? Суды үнемде болашақ үшін сақта деген арнайы біздің акциямыз бар қазір жүріп жатқан. Біз сол 2024 жылдан бастап мектептерде, колледждерде, техникумдарда, жоғары оқу орындарда, оқушылардың арасында, студенттер арасында осы акцияны жүргізіп жатырмыз. Біз берген ұстанымдар сақтаса азаматтар, бір жылдың ішінде біздің есебіміз бойынша 260 миллион текше метр су үнемделеді. Тек қана ауыз суда. Қазақстан бойынша ауыз суға 1 миллиард 300 миллион текше метр пайдаланады жылына. Сонда 260 миллион текше метр суды үнемдеуге болады. Тамшы деген өзіміздің қазір видеороликтеріміз бар. Әлеуметтік желіде қазір өте көп. Сөйген кеше мен хабардан мысалы 24 кез хабардан көрсетіп жатыр уже біздің роликтерді. Біз оны көрсетіп жатқанымыз жалпы адамдың өзінің мынау суды үнемдеуге мәдениет өзгеру керек та. Былай айтқанда күнделікті өзінің ойында болу керек. Мен қалай суды үнемдеймін? И әрине мен жаңа айтып кеткен ауыл шаруашылығы саласы суды үнемдейтін, ол жаңағы тамшылатып және жаңбырлатып жүйесін енгізу. Өнеркәсіп саласында айналамды және қайта пайдалану тәсілдерін енгізу мәселесі. Осы кең көлемде қазір жұмыстар атқарылып жатыр. Және мынау енді Мөлдір бұлақ деген акция жүріп жатыр ғой, оны естіп жатсыздар. Мынау бұлақтарының суды көрсең көзін аш деген бұлақтың көзін аш. Біз қазір үлкен акция өткіздік осы сәуір айында. Бұл айтқанда енді суды үнемдеуге ешқандай бір қатысы жоқ шығар, бірақ суға көз қарасты өзгерту мәселесі. Мөлдір бұлақ акция. Бұрын ата-бабаларымыз айтқан, судың да сұрауы бар деген.
біз қазір соған келдік. Шексіз ресурс емес. Бүгінгі күні бұл былай айтқанда стратегиялық, ұлттық қауіпсіздік тарапынан қаралатын ресурс. Себебі бүкіл сала сусыз жұмыс істей алмайды. Ертең су жоқ болып кетсе, су аз болса, бірінші кезекте ауыл шаруашылығы, соңынан экономикалық көп саласы шектеу көреді. Сондықтан біз қазір айтып жатырмыз, бүгіннен бастап суды үнемдеуіміз керек. Суды тек қана керекті мөлшерде пайдалануымыз керек. Мүмкіншілік болса, суды ұтымды пайдалан. Нұржан Молдиярұлы, енді шынын айту керек, су дипломатиясы, су тапшылығымен күресте, су үнемдеуде мемлекет басшысы әлемдік деңгейде, елдік деңгейде өте батыл және де маңызды шешімдер қабылдауда. Сіздердің ведомстволарыңыздың құрылғанына сәл ғана уақыт болды. Осы уақыт аралығында үлкен көлемді ауқымды реформалар жасап бастадыңыздар. Нәтижесін жақын уақытта көреміз деген үміттемін. Қазір де сезілуде. Өйткені сіздің министрлік қазір барлық салалармен, барлық министрлікпен тығыз жұмыс байланыс орнатуда. Арнайы уақыт бөліп, осы түйін бағдарламасына келіп сұхбат бергеніңізге, сұрақтарымызға жауап бергеніңізге көп сізге рахмет айтамын. Жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Рахмет. Бұл заманда су дипломатиясы тек келіссөз үстелінде шешілетін мәселе емес. Себебі көрші елдердің де бізге айтар уәжі бар. Біз сіздерге су жібереміз, бірақ сіздер оның едәуір бөлігін жолда жоғалтасыздар дейді олар. Өкінішті, бірақ бұл сөздің жаны бар. Себебі Қазақстанда судың басым бөлігі ауыл шаруашылығына жұмсалады. Бірақ ескі каналдар мен тозған инфрақұрылым салдарынан судың қомақты көлемі егістікке жетпей ысырап болады. Тағы бір маңызды нәрсе. Су мәселесі тек мемлекеттің жауапкершілігі емес, бұл ортақ тәртіпке тәуелді мәселе. Себебі тіршілік нәрі бір адамның емес, тұтас аймақтың байлығы. Егер әркім суды шексіз ресурс ретінде пайдалана берсе, болашақта мұның зардабын орталық Азия түгел сезінуі мүмкін. Ендеше ең маңызды құндылық суға деген ұқыптылық пен тәртіп. Ортақ мүдде жеке бастың қамынан биік тұруы керек. Бір адам үнемдеген су болмашы дүние болып көрінуі мүмкін. Бірақ миллион адамның ұқыптылығы тұтас өңірдің болашағына әсер етері сөзсіз. Су табиғаттың бізге берген аманаты, ал аманатқа қиянат жасау ешқашан жақсылыққа апармайды. Бір кездері Отырар мен Самарқан маңында адамдар бір арық үшін қару алып соғысқан. Ал 21 ғасырда су соғысы жаңа сипатқа ие болды. Енді елдердің күші суды кім, қалай үнемдей алатынымен өлшенуі мүмкін. Аптаның түйіні осындай. Амандықта жүздескенше.